Бір беттік кітап номері 5. Шаштараздағы әңгіме. Әдетте қызық әңгіме айтылатын жердің бірі монша мен шаштараз. Себебі адамның дәрежесі сол жерде ғана теңесетіндей. Құлсың ба, қожасың ба, ешкімнің дауы жоқ. Тілдің тиегі, ауыздың бауы жоқ. Әркім қалаған сөзін айтып, ойға ортақтаса алады. Үлкен де, кіші де пікірін ортаға салады. Бірде шаштаразға келдім. Әңгіменің базары қайнап, әркім білгенін айтып сайрап жатыр екен. Сөздің екпіні білім мен білімсіздікке ойысты. Көлік айдаушы: қазіргі адамдар надан, жол ортасындағы темір шарбатқан қарғып өтеді. Біреулер бағдаршамға қарамай велосипедімен сырғып өтеді, деді мұң шағып. Бұрынғыдай ақыл айтсаң иланбайды, ұстазды сыйламайды, деді мұғалім сөз салып. Жастардың надан болғаны сонша кезекке тұрмайды, ар ұяттан жұрдайды, деді қария қамығып. Бәрі кезегімен сөйлеп жатты. Бір кісі ғана үндемей сөз бақты. Сөйлеушілер сая берси бастағанда тереңнен үн қатты. Білімде кінә жоқ, қоғамда әдетсіз адам көп. Білім 100 түрі болғанымен, оның 99-ы әдептен тұрады. Әдепсіз берілген білім ауыздықсыз ат сияқты. Бұрын бала білімнен бұрын әдеп үйреніп, әдепсіз білім қоғамды күйрететін деді. Кенет сықыр етіп есік ашылды. Ішке 5-6 жасар ұлын ертіп келген жас әке кірді. Құлағында телефон, біреуге ұрсып сөйлеп: қалай дәті барды, мыйсыз ақымаққа мен келгенше орнынан қозғалмасын деп айт, деп айқайлап жатты. Сосын бізге бір ол: мына баланы кезексіз өткізсеңіздер, қазір сауат ашу курсына апаратын едім, асығыспыз, деп өтінді. Біз келіскендей бас изедік. Шаштараз ірі тақтайшаны орындықтың үстіне қойып, үстіне бүлдіршінді отырғызды. Бала мазасы кетіп жылай бастады. Мен қалтамнан кәмпит алып балаға бердім. Ол тартуымды сергес қабылдады. Әкесінің телефоны қайта шырылдап, ол қайтадан бөлмені басына көтеріп алдыңғы әдетіне басты. Бүлдіршіннің тағы да мазасы қашты. Шаштараз оны жұбатпақ болып: балақай, егер жылауынды қоймасаң, анаға кәмпитін қайтарып алады, деген қолымен мені көрсетті. Сол-ақ екен, бала жылауын тоқтатты да мені ала көзімен атып: қалай дәтім барады, мыйсыз ақымақ, деп айғайлады. Баланың сөзі шашыма тиді, бірақ үндемедім. Әкесі телефонмен сөйлескен күйі баланы қолтығына қыстырып, Шаштараз дүкенінен шығып кетті. Бөлмеде сәл тыныштық орнады. Бағана не айтып жатыр едім? Әдепсіздік жайлы ғой. Қазіргі жұртта білім жоқ деп айта алмайсың. Қос-қостан дипломы бар. Одан қалса әлеуметтік желілері арқылы курстарды меңгеріп жатыр. Шет тіліне де жүйрік. Көрінген білімді маңызды санайды, бірақ ең маңызды дүниені мүлт жібереді. Бала мейірімді шешеден, ал әдепті әкеден үйренеді. Әдептілік белгісі байқап сөйлей білгені, адамдықтың белгісі көп артына ергені, деді. Осы кезде оны да кезегі келіп жетті. Ол бос тұрған орынға жайғасты, шашын алдыра бастады. Бірақ әлгі сөзімен көкейіме ой тастады.